ойын ережесі, тапсырмалардың барлығын осылай тізбектеп қоясыздар шеттеріне. Одан кейін әрбір ұяшықтың үстіне өзінің карточкасын қойып шығасыздар. Бұл ойынды минимально 2 адам ойнаса болады, максимально 18 адамға ойнаса болады. Ол дегеніміз, мысалы 6 адам ойнап жатыр, 12 адам қалай ойнайды? Әр тасқа 2 жұп. Яғни әр тасқа 2 адам бірге командалық жұп қойылады, жұп. Немесе 18 адам дегеніміз, әр тасқа 3 адам. Мысалы мына тасқа 3 адам ақылдасып жауап береді. Сол кезде 18 адам ойнаса болады, 12 адам ойнаса болады, және 6 адам. Енді 2-ден 18-ге дейін ғой, 11 адам болсын, 9 адам болсын. Енді бізде қазір 2 адам. Мына артық тас алып тастайын. Сіздерге ойын ережесін түсіндіремін. Мысалы мен лақтырамын. 3 түсті. Мен қарамын. 1, 2, 3. Түркілік кесем. Қай ұяшыққа түсті, сол ұяшық тапсырмасын аламын. Так, міне. Сұрақ кездесті. 11-12 ғасырларда Алтай тауынан Европадағы Дунай өзеніне дейін созылған мемлекет. Артында жауабы тұр. Маған сұрақ келді. Мен сұрақты дауыстап оқимын. Одан кейін дауыстап бір рет қана жауабын айтамын. Жауабын айтқаннан кейін өзім тексеремін. Дұрыс болса, жауабын көрсетіп шығамын. Қате болса, мынаны мен басқа адамға беремін. Яғни менің қарсыластарым олар жауап бере алады. Жақсы, менің жауабым Қыпшақ хандығы дейік. Так. Дұрыс. Қыпшақ хандығы. Мен енді көрсетіп шығамын. Қыпшақ хандығы, міне, дәлелдеме. Мына сұрақ ойыннан шығады. Мен бір жұлдыз шаламын. Алдым біреу. Сіз лақтырдыңыз. Алды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Моңғол кезеңі. Моңғол кезеңі. Дауыстап оқы. Артына қарамаймыз, дауыстап оқимыз. 1312 жылы Алтын Ордадағы исламды мемлекеттік дін деп жариялаған хан. Бір ханны айтыңыз, бір хан. Жақсы, өзін жеме қарап алыңыз. Келесі білесіз. Қарадыңыз ғой? Ешкім көрсетпейсіз. Маған бересіз. Мен жауабын қарамадым. Және қарасаңыздар, ойыншы сұрақтың жауабын білмесе, оны ақша салуға болмайды бәріне. Тек өзі қарайды, басқа адамға бере салады. Мен ойлаймын, так, Өзбек хан деп ойлаймын, Өзбек хан. Дұрыс, Өзбек хан. Негізі қарсыласым жұлдыз шалу керек, ол жауап бермеді. Сол үшін жұлдызша мен аламын тағы да. Енді мен кезегім. Демек, мына бір жұлдызшаны мен өзім алдым, мынаны қарсыласының орнына жауап беру арқылы алдым. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қазақ хандығы деп тұр. Қазақ хандығы. Мысалы енді түсінікті ғой жалпы. Сіздерге түсіндірейін. Не жаққа түссе не болады? Жарайды, 5 деп бөлейікші. Жаңа 5 түсте бөлейік. 5 түсте бөлейік, қайда 5-ні 5. Мен не жаққа түстім? Мен не жаққа түстім? Құпия сандық. Қарасаңыз, құпия сандық көп нәрсе бар. Мен біреуін алайын қазір. Көрсейін жалпы сіздерге. Так. 2 ұяшық алдыға жүрдіңіз. Демек, маған мынау шығып қалса, мен сол тапсырманы орындаймын. 1, 2 демде Қазақ хандығының тапсырмасын аламын. Егер де 2 ұяшық алдыға жүрдіңіз, тағы сіз әрбір ойыншыға жұлдызша бересіз. Мынау шығып қалса, мен әрбір ойыншыға өз жұлдызшаны таратып шығамын. Егер менде жұлдызша жоқ болса, мен бермеймін. Немесе 6 адам ойнап отыр, менде 4 жұлдызша. Мен 4 адамға беремін, екеуіне бермеймін. Ол түсінікті ғой, міне қараңыздар. Сіз әрбір ойыншыға бір жұлдыздан бересіз, түсінікті. Анда түсінікті ғой жалпы қараңыздар, мысалы. Бір ұяшық артқа жүрдіңіз, бір бонус алыңыз деп тұр. Әрбір ойыншы сізге бір жұлдыздан береді. Мынау шығып қалса, сіз әрбір ойыншыдан бір жұлдызша алып шығасыз, жинап аласыз әрқайсысынан. Жалпы сіздерге түсіндірдім. Енді маған құпия сандық түсті. Мен қазір аламын бір сандық. Так. Сіз әрбір ойыншыға бір жұлдыздан бересіз. Мынаны орындаймын. Міне сізге бір жұлдызша бердім. Егер 4 адам болса, мынаны беремін де біреуіне, екеуіне бермеймін деген сияқты. Мынау шыққаннан кейін мынау шықпайды. Мына жұлдызша, мына карточканы қайтып орнына қоясыз, араластырып жібересіздер. Сіз лақтырдыңыз. Мен қарсыласым жұлдыз шалды, сұраққа жауап бермей. 3, 1, 2, 3. Қазақ хандығы дейді. Керей мен Жәнібек қай хандықтан бөлініп Моғолстан жеріне барды? Ақ-Орда. Ақ-Орда. Өзіңіз жеме тексеріңіз. Ешбір айтпаңыз. Дұрыс па? Жақсы, маған бересіз. Мен ойлаймын, Әбілқайыр хандығы деп ойлаймын. Дұрыс, Әбілқайыр хандығы, міне. Мынау шығады, мен жауабын аламын. Дәл сол сияқты 6 адам, 12 адам болса, 9 адам болсын, сөйтіп ойнай бересіздер. Жақсы, түсіндірем тағы. Енді мен лақтырамын. Так. Мысалы 3 түсті дейік, қайда 3. Енді мысалдар ғой. 1, 2, 3. Бонусқа түстім. Бізде бонустың 3 түрі бар. Сұрақты ауыстыру. Ол дегеніміз, қиын сұрақ кездессе, осы карточка бар болса, сіз сұрақты ауыстыра аласыз. Досына хабарласу. Сізге бір қиын сұрақ кездесті, ту авторы. Сіз жауабын білмейсіз. Сол кезде мына карточка сізде бар болса, сіз кез келген адамға хабарласып, сұрай аласыз. Ол адам тіпті Википедиядан қарай алады, интернеттен қарай алады. Тек сіз қарай алмайсыз. Үшінші, бір жұлдыз алыңыз. Айттым ғой, жұлдыз алу үшін сіз мына сұрақтарға жауап беру керексіз. Бірақ мына шығып қалса, сіз сұраққа жауап бермей, бірден жұлдызша аласыз. Енді маған жаңа бонус түсті, мен бір бонус аламын. Так. Досына хабарласу. Мына менде қалады. Құпия сандықта бұны бірде біреуін мына жаққа және өздеріңізге алмайсыздар.
тапсырманы орындайсыздар, қайтып қоясыздар орындарына. Ал бонуста алатын кезде аласыздар міне. Мына мен де алам. Бірақ қолданғаннан кейін қайтып орнына қоямын. Араластырып орнына қоямын. Пока қолданбаймын әлі тұрады. Сызып тұрыңыз. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Алашорда кет. Дауыстап оқыңыз. Қазақстанда 1926 жылы алғашқы театр ашылған қала. Елімізде ең бірінші театр қай қалада ашылды? Алматы дейді. Өзіңіз қараңыз. Айтпаңыз жауабын. Дұрыс па? Мен айтамын. Мен ойлаймын Мәскеу деп ойлаймын. Ой, Мәскеу дептің ғой. Мен ойлаймын Астана деп ойлаймын. Өзім қараймын. Қате екен. Негізі Қызылорда. Мен қателессем, демек тағы да бір адам бар болса, үшінші адам, мен соған беремін. Егер барлығы қате жауап берсе, жауапты аша саламыз. Демек, мен қарсыласым да қате жауап бердім, мен де қате жауап бердім. Егер адамдар бар болса, келесіне бере береміз деген ғой. Жақсы, бәріміз аштық, Қызылорда жаттап алдық. Шығады ойынан. Енді мен лақтырамын. 1. Ресей империясында Қазақстанға түстім. Ресей империясы. Қай ақынның алғашқы өлеңдері баспадан 1909 жылда бастап шықты? Жақшан үшін негізі подсказка. Ол ақынның анасы Олжан. Так, мысалы мен білмеймін. Мен аламды осыны қолдан аламын. Мен досыма хабарласып айта аламын. Мақсат осындай сұрақ кездесті, оның жауабын қарап берші, Википедиядан деймін. Ол қарап бере алады. Бірақ соның барлығына 1 минут уақыт береді. Жауабын айтады, Абай дейді. Мен Абай деймін. Абай дұрыс. Жұлдызша аламын. Аны қолдандым ғой. Қолданғаннан кейін не істеймін? Орнына қоямын. Және қарасаңыздар, осылай. Қалаларға жауап берсеңіздер 2 балл беріледі. Мыналардың бәріне жауап берсеңіздер 1 балдан. Енді ойын қалай бітеді? Ойынның 2 ережесі бар. Бірінші ережесі ол уақытқа. Мысалы, сіздер жиналдыңыздар, 7 адам, 8 адам, 9 адам, немесе 4-5 адам. 20 минут таймер қоясыздар. Уақыт біткенде ойын тоқтайды. Кімде көп жұлдызшы, сол жеңімпаз. Немесе ойынның екінші ережесі ол дегеніміз ойыншының барлығы былай жүріп, тапсырманы орындап, жүріп, мына жаққа жету керек қой, финишқа. Мысалы қараңыз, мысалы мен жеттім финишқа. Мен мынаны лақтырмаймын, көбікті лақтырмаймын, болды. Мен осы жерде тұрамын. Бірақ менің қарсыластарым әлі жетпеді. Ойын жалғаса береді. Бәрі жету керек қой. Бірақ та менің қарсыластарым ойнай береді. Олар қате жауап берсе, мен олардың орнына жауап беріп, осы жерде отырып ақша аламын. Мысалы сіз лақтырдыңыз. 2. 1, 2. Бір карточка алыңыз. Сіз әр бойынша бір жұлдыздан бересіз. Демек қараңыз. Мен мысалы жерде 5 адам ойнап жатыр дейік. Мына мен қарсыласым осындай карточка шықты, жаңағы әрбір адам, міне қараңыз, осындай шықты. Енді бұл әрбір адамға жұлдызша таратады. Және маған да таратады. Мен ойыннан шықсам да, өйткені мен тек қана лақтырмаймын мынаны. Бірақ мен ойында бармын. Мына жұлдызшасын маған береді. Деген сияқты ғой. Және қарасаңыздар, ойынның шарты барлығы бала жетіп, барлығы неға жету керек. Мысалы 4-еуі жетті, бір адам жетпеді. Иә? Ол жету керек, лақтырып. Может ол жетіп, ода жұлдызша көп болады шығар. Бәрі жеткеннен кейін, кімде көп жұлдызша, сол жеңімпаз. Жалпы ойын ережесі өте қызық. Бұл ойынды ойнаған адам ойыннан шыға алмайды, өйткені ойыны өте бәсекелестік. Білім азарты ғой. Азарт, бірақ білім жағынан азарт. Мына тапсырманың барлығы толық тарихты қамтиды. Осы тапсырманың бәрін жаттаған кез келген азамат еліміздің тарихын жаттап алады ғой. Ең қызығы артында жауаптары бар. Мысалы міне Бесеудің хаты кімге арналған? Голошекинге. Ойыншы білмесе де өзінің қателескенін қарап жаттап алады. Сөйтіп басқа адамға береді деген сияқты ғой. Жалпы қарасаңыздар, әрбір сұрақтың жауабы сразу ашылмайды. Ол әрбір карточка ойналу керек осы ойында. Жалпы сіздерге ережесін түсіндірдім. Түсінбесеңіз мен жекеме шығып сұраңыздар. Бірақ барынша сіздерге түсіндіруге тырыстым. Жалпы ойын ережесі осы. Сіздерге қысқаша түсіндірдім.